Кестер, мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Меруерт. Бұл каналда мен жасанды интеллект вайб кодинг арқылы қалай біз түрлі дидактикалық интерактивті ойындарды, тапсырмаларды құрастырамыз, сол туралы көрсететін боламын. Менің каналымда қазір мынандай рубрика бастадым, яғни 100 интерактивті ойындар, тапсырмаларды құрастыратын боламыз. Біріншісі менде мына жерде лабиринт ойынын құрастырдым. Drop and drag and drop, сүйреп әкеліп қоятын және жылан ойынын құрастырдым. Сонымен қатар одан бөлек менде сәйкестендіру, сториборд жасау, ақпараттық инфографика, жұмыс парағын жасау, пазл әдісі, ноутбук LM арқылы презентация жасау, қалай біз кітаптың бетінен осындай тапсырмалар жасаймыз, тоже вайб кодинге, алтын сандық, мына рефлексия жасау, бағалау, жаңағы тағы да рефлексия, Canva арқылы жұмыс жасау туралы видеолар бар. Алдағы уақытта мен тағы да осындай бағалау парақтарын жасаудың жолдарын, рефлексия жасаудың жолдарын, сонымен қатар тағы да басқа көптеген идеялар болса түсіріп салып отыратын боламын. Бүгін мен жасайын деп жатқаным, мен ChatGPT арқылы идея сұрадым. Ол маған мынандай идея берді. Нысанаға дәл тигіз, дұрыс жауапты таңда, интерактивті ойын арқылы білімді жеңіл әрі қызықты бекітеміз дейді. Яғни мына жақта сұрағы тұрады екен, бірнеше варианты тұрады, соған бүйтіп жылжыту арқылы дәл тигізу жасайды екен. Бірақ енді мен тексеріп көремін, Gemini осыны дәл осылай жасай ала ма, жасай алмай ма, мүмкін бұл жасай да алмауы мүмкін. Себебі осындай графикалық заттарды көбінесе жасау қолынан онша келе бермейді. Бірақ көрейік, тырысып қалай жасалады екен. Примерно соған ұқсас басқаша қылып жасауы да мүмкін, Бірақ өйткені мен жылан туралы жасауы мүмкін деп ойламадым. Енді қатты жылан сияқты болды деп те айта алмаймын, бірақ қызықты шыққан сияқты. Мына жерде лабиринт туралы да, ол да қызықты шықты, маған өзіме жалпы ұнады. Енді көрейік. Біз кәдімгі Gemini'ға кіреміз, Gemini білесіздер ғой, міне. Canvas деген басамыз. Біреулерде басқа құралдар сол жерде тұрады. Басамын. Canvas'ты не үшін қолданатынын мен алдыңғы видеоларымда талай рет айттым, сіздерге барлықтарыңызға түсінікті шығар. Егер жаңадан келіп жатқан болсаңыздар, Canvas дегеніміз не? Canvas дегенде жаңағы код біз кодтармен жұмыс жасаймыз, яғни вайб кодинг бізде промпт жазамыз, промпт арқылы бізге код жазып береді, а кодты біз өзіміз жазбаймыз. Обычно программисттер кодты өздері қолмен теріп жазып отырады, А біз енді программист емеспіз. Мен жай ғана биология пәні мұғалімімін, сол үшін мен код жазуды білмеймін. Ал маған бұл жерде prompt engineering деп айтады қазір. Prompt engineering деп айтылады. Prompt engineering техникасы арқылы мен вайб кодинг арқылы жаңағы немді жасаймын. Неше түрлі заттарды, сайттарды, енді керемет бір сайттар шықпаса да өзім сабақта қолдануға қажетті сайттарды жасай аламын, Енді жарайды, көп сөйлемейін. Былай етейік, маған биология пәні бойынша нысана деп өзгерте салайыншы. Нысана ойыны керек. Ол осы суреттегі сияқты ортада сұрақ тұрады, ортада төбесінде сұрақ тұрады, сосын астында бірнеше нысана тұрады, 4 нысана дейсің, 4 нысана. Оның біреуі дұрыс жауап. Және ол нысанаға ататын жебе болады, И ол жебені жіберетін не деп айтамыз? Бір құрал, Құрал не деп айтады? Енді может ол жерде басқа зат шығарып түсінеді ғой, жарайды, жаза берейін. Бір құрал болады. Соны нысанаға қарай жылжытып ату керек. Дұрыс жауапқа немесе қате жауапқа
жауапқа жібереді. Сосын қате болса да келесі сұраққа өте берсін. Сосын соңында жауап берген сұрақ санына қарай кері байланыс берсін деп жазайық. Бұны веб-сайт жарайды, тақтадан бола берсінші. Бұл жерге маған сұрақтарды құрастырып бірден қосып бер. Мен қазір сұрақ құрастыратын мәтінді жүктеп қоямын. Сен маған 12 сұрақ құрап бер. Енді бұны біз сабақты соңында бекіткенде жаңағы үй тапсырмасын қайталау үшін сондай кезде қолданамыз бұндай заттарды. Енді андай бір топтық жұмыс, жаңағы жұптық жұмыс та қолдануға бұл өте қарапайым тапсырма болып қалады. Бұл просто сабақты азаннан кішкене мұндай ойын қылып өткізе берген дұрыс емес қой. Кішкене ғылыми тұрғыда да жұмыс жасаймыз ғой енді. Бұл жай ғана балалардың көңілін аулап, жаңа үй тапсырмасын сұрағанда қызықты етіп қолдануға арналған болады. Потому что енді азаннан кішкене ойын қылып жасай берсек, тем более мен 8-ші сыныпқа жасап жатырмын. Бұл емес, мен келесі тақырыпқа алайыншы, нәруз деген тақырыпқа. Қазір тоқтаңыздар. Значит, артық заттарды өшіріп тастайын. Мынаны өшіріп тастайын. Мынаны өшіріп тастайын. И мынаны өшіріп тастаймын. Нәруз тақырыбын алайын. Бұндай заттар көбінесе жаңағы кішкентай сыныптарға 5-6, 7-лерге қызықты өтеді. Мен енді биыл өзім 5-6-ға бермеймін, өзім жалпы 5-6-ға сабақ бермеймін. 7-ші сыныпқа сабақ бермеймін, себебі менің өткен жылы 7-лерім бәрі биыл 8 болып жатыр. Сол үшін мен 8-ші сыныпқа дайындалып жатқан түрім ғой. Сол үшін 8-ге жасап жатырмын, иә. Осы мәтінді қолданып нәруздар тақырыбына тест сұрақтарын, бізге тест қоя, тест сұрақтарын құра. Маған осы нысаналар тұрған жер, шөптер, ағаштар сияқты етіп жасап бер. Егер де ондай қылып жасап бермесе, қазір артына сурет қосып көреміз. Пока что көрейік қалай шығатынын. Астына интерфейс, фейс, ойын форматында болсын, ашық түстермен жаса. Әйтпесе Gemini қап-қара қылып жасап қойған жақсы көреді. Біз енді фон іздеп көрейік. Фон, природа, анимация деп жазайсың. Жаңа ой, мультик сияқты сондай қылып, сондай не керек сияқты. Қазір мен қалай жасайды соны көрейін. Если онша емес жасап берсе, жаңағы арт жағы фон онша емес сондай болса, онда біз артына сурет қойып көреміз. Осындай сурет нормально сияқты. Бұның форматы қандай екен? Қазір көрейік. PNG дейді. PNG. Бұнау ше. Ну, по идее, PNG болса да бәрібір ғой, иә. Қазір жаза саламыз ғой сондай форматта деп. Менде бұл скачет етіліп жатқан жоқ екен ғой. Или скачет етілді ма? Жоқ, скачет етілмеген екен ғой қазір. Сохранять изображение как
рабочий столға. Ладно, қазір көреміз. Міне маған былай жасап беріпті. Үлкен қылып көшіріп көрейік. Ну, по идее, артын в природа қылып жасап берді ғой. Айттым, осы Gemini үсті бір не істеген жақсы көреді. Мынаны қараңыздар. Мынау не кішкентай. Мына былай істейді екен ғой. Мынау екен ғой басы. Мынау бар ғой, мынау кішкентай ғой, мынау ше. Мына жақтан да бүйтіп басуға болады екен, қараңыздар. Сосын маған мынау несі ұнап тұрған жоқ та. Фу, мынау не қап-қара ашық түстермен жасамай ма енді бір. Атып жатқан жебе өте. Мынаны жебе дей ма өзі? Кішкентай. Дәу етіп жаса. Сосын қап-қара қылмай ашық қыл деп жазайыншы. Қап-қара қылған бір түрлі енді. Жарайды, бізге мынандай фон керек емес екен, арттағы фон нормально, анау. Мына жаққа күн жасап қойыпты немен. Яқа звугі бар, жаңағы дың-дың деп істейтін, иә. Былай істейміз солай, иә. Күшті. Жақсы жасаған сияқты. Так. Қаның үй процесі. Сүйекке беріктік береді. Бұлшыққа жиырылғанда қамтамасыз ететін нәруыздар. Миозин. Қанда оттек пен көмірқышқыл газын тасымалдайды. Гемоглобин. Теріге, шашқа. Теріге қасын түс беретін. Меланин. 12 сұрағымыз бітіп қалды. Мен қышқыларын тиісті қосылу реті пайда жазылы. Енді кешіріңіздер. Мына жерде нәруыздардың құрамдық мономері не болып табылады? Сіздің жауын дұрыстың жауап деп бүйтіп. Жақсы мерген бұл дейді. Жақсы нәтижесі алған нәруыздың қызметін тереңірек қайталап шықсаңыз, одан да жоғары нәтижеге жетесіз дейді. Ойынды орнату. Қазір көрейік. Мына қараңыздар, егер сіз жұмыс жасап жатқан кезде осы нәрсе шығады. Бірдеңе дұрыс болмады, иә. Бұған уайымдамаңыздар, қайтадан қатені түзеу деп басып жіберсеңіздер, бұл қатені жөндеп береді. Себебі бұл неге ондай болады? Мүмкін сіз көп жұмыс істеп, көп Geminiға тапсырма беріп кеттіңіз, сол кезде бұл кішкене шатасып, солай шаршап қалады, немесе интернет желісі дұрыс болмай қалуы мүмкін. Әрине, сіз жасаған затыңызды одан сайын больше дамытсаңыз, дамытуға талпынсаңыз, соншалықты ол осылай қиналып кетеді. Нәруыздан қарапайым не болып табылады? Не мынауым қозғалмай жатыр ғой. Мынауым қозғалмай қалды ғой. Мынау бізде жебе емес, садақ қой. Мен жаңа жебе деп жаздым ғой. Бүйтіп айтайын. Мына тапсырмадағы садақ қозғалмай тұр. Сосын ол садақты мынаны бір рет тексеріп көрдім. Сол жерде былай тұрады екен, қараңыздар. Мына жерде тұр ғой, астында жазулар, иә. Соны бассам, осылай ұшады екен. Құрақ массасын пайызы, иә. Тоже әдемі шыққан сияқты. Қалай ойлайсыздар? Бағана мен жөнделмей жатыр, мынау қозғалмай жатыр деймін ғой. Сөйтсем, мынаны бассам, үстіп не істейді екен, жасайды екен. Әдемі шыққан сияқты, негізі. Так, қанса басып көрейін.
осылай жауап береді екен. Үздік мерген деп. Жақсы, онда сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.